Қыздар, бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін бар ғой, қуыс кеуде туралы әңгіме айтқым келіп тұр. Кеше целый день жыладым. Кеше попыталась видео түсіруге. Андай жылап атқан, бүйтіп қиналып атқан моменттарымды жұрттарға көрсеткім келмейді. Короче, үйде де негізі күйеуіме, балаларыма ондай моменттерімді көрсете қоймаймын. Өзім тығылып жылайтын жерде жылап аламын. Сөйтем, сондықтан кеше бір нәрсеге ренжіп, мен жылағаннан кейін тоқтай алмаймын. Представляете? Сол бір ключевой моментпен бөлсейін деген, осындай ситуациялардан мысалы қалай шығуға болады деген. Менде жылдың басынан бері уже жаңа жылдың 2-ші айы кетті. Жылдың басынан бері менде кеудем пустой болып, жаңағы өзіме уверенностьім түсіп, неуверенный болып, как будто никто меня не поддерживает, ешкім маған көмектеспейді, күйеуім мені түсінбейді, домашний рутинаға кіріп кеттім, араласатын подружкам жоқ деген сияқты, андай енем андай деген сияқты бір андай өзіңді кінәлау ма, жұрттың бәрін кінәлап, жертва болу ма, осындай состояниеден шығу жайлы өзімнің техникаларымен бөлісем. Кеше сол состояниемен жылап қалдым да, балалардың көзінше жылап қалдым. Өзімді ұстай алмай, жаңағы туалетке барып жыладым. Что думаете? Екі балам жүгіріп, әкесіне жүгіріп, мама жылап атыр деп, менің күйеуім мен жыласам бұрылатта кетіп қалады, өмір жұбатуды білмейді ол. Мен жыласам ол қорқады, жағдай жұбатуды білмейді, құшақтап, болады кейбіреулер құшақтап, поддержка беріп, ондайды білмейді, менің күйеуім бұрылатта үйден шығып кетеді. Сосын ол не істерін білмейді, не үшін жылап атқанымды білмейді. Короче, балаларым жүгіріп кетті жылап. Менің ана үлкен ұлым өте чувствительный, мен жылап, настроение болмаса сразу су әкеп беріп, құшақтап, короче, сондай нәрселер істейді. Мен не түсінгенімді білесіздер ма? Негізі мен тұрмысқа шыққанға дейін жылағым келсе ұстап тұратын адаммын. Ешқашан өзіме расслабить етуге мүмкіндік бермеймін. Кино көріп атқанда да жылайтын моменттер болады ғой, ешқашан мүмкіндік бермеймін өзіме жылауға. И то біреудің көзінше көзімнен жас шығаруға мүмкіндік бермеймін. Қаттылығым соншалық, былай нежный көрінгенмен, сондай менің қатты мінезім бар. Осы ситуациядан мен тұрмысқа шығар алдында жылай беремін, біреу енем сөйлесе жылай беремін, вроде андай болады, жай неге мұны бүйттің десе мен жылаймын уже, маған анау біреу замечание айтты деп. Жаңағы балалық нем оянып кетті ма, или күйеуіме арқа сүйеп кішкене нежный бола бастадым ба, соның типа ол мен қорғаса екен деп, сондай бір состояниеге түстім ба. Содан кейін мен сондай бір жылаймын, бір нәрсе істі бастаймын да аяғына жеткізбеймін, сондай бір рутинаға кіріп кеттім ше. Содан біртіндеп психологпен энергопрактик, рух кілті деген бар, сондайлармен айналысып, өзімді қолға алып, осылай дамып келдім. Енді мен инстаграмнан көрсеңіздер болады, до и после жолдарымды. Енді қазір осындай үлкен этапқа өткеннен кейін мен қазір өзіме жылауға мүмкіндік беремін. Ең бірінші нәрсе, өзіме жылауға мүмкіндік беремін. Жылағым келе ма, айқайлап жылаймын. Өмірімде 27 жасқа дейін үйтіп жыламайтын Айгерім. Қазір айқайлап жылаймын ба, үндемей жылаймын ба, күні бойы жылағым келе ма, жылаймын. Музыка тыңдап жүріп жылағым келе ма, жылаймын. Сол жылауға, расслабиться етуге, слабый болуға, біреудің көзінше жаман адам көрінуге, біреудің көзінше жылауық болып көрінуге, әлсіз көрінуге өзіме рұқсат беремін. Мен айтқанда қазір уже жылағым келіп жатыр. Короче, сондайларға мен мүмкіндік беретін болдым. Қазір это очень, не деп айтады, емделудің тез жолы мен үшін. Солай өзіме жылауға мүмкіндік беремін. Бір күн жылаймын, 2 күн жылаймын, потом тынышталамын, қалпыма келемін, бірақ мына жерім бәрі пустой болып қалады. Міндетті түрде жылаған кезде сондай болады. Сосын міндетті түрде Аллахтан, Құдайдан кейде айтамын, миымды тоқтатшы деп айтамын. Екінші нәрсе миды тоқтату, оны тоқтату мүмкін емес. Сондықтан энергопрактиктар, психологтар неше түрлі
жаңағыдай жаттығуларды ұсынады, бірақ мен өзіме ыңғайлысы соны просто тупо жаңағыдай бізде Аллах, қазақтар айтады ғой, аруаққа сенеміз, біз өз ата әжелеріме сенеміз, өзіміздің жаңағыдай үлкен жаңағы Қожа Ахмет Яссауи, Айша бибі дегендер мысалы бізді қолдайды деп түсінеміз. Әркімде сондай бір көзқарас бар. Сіз мысалы Аллахқа ғана сенуіңіз мүмкін. Сондықтан просто Аллахтан сұрасаңыз болады, мына миымды тоқтатшы деп. Мен обязательно қолымды қойып айтам, мына миымды тоқтатыңдаршы деп, сол өзімнің сенетін нәрсе дейма, адамдар, аруақтар, қолдаушылар, солардан міндетті түрде сөйтіп сұраймын. Солай мен ұйықтап демалуға тырысамын. Күні бойы ұйықтауға мүмкіндік болса, мен күні бойы ұйықтап демаламын. Енді қазір балалармен ондай мүмкіндік жоқ қой көп адамда. Сондықтан түнгі жұмыстарымды тоқтатамын. Мен түнде обязательно проект жасайтын әдетім бар. Түнде бір күшті шабыт келеді енді өзіме. Сондай бір техника жасаймын. Содан бір 2-3 күн миымның тынышталуына мүмкіндік беремін. Сосын обязательно энерготерапевт психологтарыма звондаймын, күніне 1 сағат, 2 сағат терапия алуға тырысамын, видеозвоноктармен энергопрактиктер онлайн тазалайды кейде, сондай нәрселердің бәрін жасаймын. Одан кейін үшінші нәрсе, мына жерді толтыру керек. Мысалы, мен кеше жылағалы бері мына жерім ашиды, как будто біреуден көңілім қалған сияқты, мына жерім пустой болып ашып, кеудем ауырады кәдімгідей. Сондай кезде просто андай болады ғой, мысалы кейбіреулер сурет салып емделеді, кейбіреулер кітап оқып восстановить етеді, кейбіреулер киноға барып восстановить етеді. Кейбір қыздарды мен байқаймын, кейде андай наушникте музыка қойып жатады, прогулкаға шығады. Вот мына жерді сондай сені жақсы көретін нәрсемен толтыру керек. Сондықтан осы жеріңізді толтыратын нәрсемен айналысуыңыз керек. Менде мысалы әр кезде әртүрлі, кейде сурет салғым келіп қолым қышиды да, мен просто парақты шимайлаймын, анау сурет салу үшін ойлану керек, бір нәрсе істеу керек, просто шимайлап, кішкене мына жерімді басамын, балаларымды құшақтасам, мен мына жерім кішкене толады. Сосын просто киім өтектеп жүріп, музыка тыңдап отырсам, мына жерім кішкене толады. И просто ойымды қағазға жазсам, мына жерім толады. Или там тәтті жесем, мысалы жай кафетерийға барып музыка қойып қоямын да, кофе ішіп тәтті жесем, мына жерім толады. Сондай нәрсе, бұл үшінші мен айналысатын ісім. Төртінші, ұзақ страдать етпей, уже қатты кеткенде өзіме 1 апта уақыт берем, 1 аптадан кейін сразу мына жерім толсын, толмасын, жылауым тоқтасын, тоқтамасын, 1 аптадан кейін сразу жұмысқа кірісіп кетемін. Клиенттермен сөйлесем, сайтпен сөйлесем, клиент іздеймін, өзім звондаймын, кәдімгідей сол жұмыстың іс-әрекетін жасаймын. Осы 4 техникадан кейін уже 1 аптадан кейін жақсы боламын. 1 аптадан кейін уже психолог, энергопрактиктармен келесі этапқа қарай өтіп, келесі этаптың жұмыстарын жасаймыз. Вот, сондай нәрсе. 5-ші этап, негізі мен ойлаймын, мүмкіндік болса, вообще басқа жаққа жалғыз кетіп қалған күшті. Мысалы, күйеуіңіз поддержка бере алатын болса, күйеуіңізбен бір жерге барып, басқа қалаға, не знаю, просто отельге барып демалыңыз, Риксосқа барып демалыңыз, или бір зона отдыхаға барып, кәдімгідей тынышталып жататын жер болса, сондай 1-2 күнге барып келген жақсы. Бірақ менде балалармен ондай мүмкіндік жоқ. Бұрын жас кезімде бұндай состояние болған кезде, ол кезде жылау ештеңе деген жоқ қой. Просто Айша бибі, Ахмет Яссауиге барам. Просто тупо бір рюкзагымды алып кетіп қалатын тұғым ше. Сосын целый день үй жинайтын тұғым. Қазір де істеймін, кстати, үй жинауды. Сосын Бурабайға каждый суббота, воскресенье мен Бурабайда жүретінмін, табиғатпен демаламын. Ана просто прогулка жасаймын. Сол табиғаттың арасында тупо демалатынмын. Жай Бурабайға целый день барып, целый день жай прогулка жасап, мороженое жеп қайтсам да күшті демалатынмын. Электричкаға мініп аламын да. Сондай сияқты 5-ші этап сондай нәрсе жасауға болады. Сосын ойдағының бәрін мен қағазға түсіремін. Сосын қағазға түсіруге шамаң болмай, настроением болмаған кезде телеграмда өзіме группа ашып қойғам. Аудионы басамын да, бүкіл ойымды айтып, шығарып, сөйлеп, соны просто кейін контентке айналдырамын. Сіздер просто күнделік ретінде сол телеграм канал ашып пайдалансаңыз болады. Біреуге айта алмайтын
біреуді біреуге өсектей алмайтын моменттер болады ғой. Мен мысалы біреуді біреуге өсектей алмай кішкене қиналатыным бар. Сосын күйеуіме айтамын, сосын сол нәрсе негізі дұрыс емес, соны тоқтатып жүрмін қазір. Жағдай жаман нәрсенің бәрін күйеуге ақтаруды. Лучше танымайтын біреуге энергопрактиктар, жаңағы аудио дегендер күшті әсер етеді. Зато саған ешкім бүйтіп артынша біреуге айтпайды оны, артынша саған өзің кезінде бүйтіп айтып едің ғой, жақсы көріп қапсың ғой, кезінде бүйтіп айтып едің ғой, бүйтіп қапсың ғой деген сияқты әңгімелер айтпайды. Сондықтан сол аудио форматты жақсы пайдаланамын тоже. Телеграмға сөйтіп жазып, мына жердің бәрін босатып, мынаны пустой қылып, орнына жаңа энергиялар жинаймын, жаңағыдай кітаптар жинаймын. Сосын мен көбінде балалармен айналысқан кезде солар арқылы емделуге тырысамын. Күйеуіме қарағанда балаларыммен жақсы емделемін мен. Білмеймін не екен, өйткені күйеуімнен керек поддержканы ала алмаймын. Өйткені ол жағдай ғой, жылаған кезде, настроение болмаған кезде кейбір өзі таза адамдар болады, который құшақтайды, сені бүйтеді, сөйтеді, это реально помогает. А мен күйеуімнің табиғатында жоқ та ондай нәрсе. Сосын одан мен қатты ондай нәрсені талап ете алмаймын. Талап етпеймін де өзім. Оның поддержкасы жағдай. Мен мысалы ақшадан қиналмаймын деген сияқты ғой. Мысалы таксиге мінем ба, бір нәрсе алам ба, менде ақша, бытовой жағынан менде проблема жоқ. Ол сондай менің қажеттіліктерімді жауып қойған. Ол сондай поддержкалар бере алады да. Например, балаға қарай тұршы, мен жұмыс істеп аламын, сен балаға қарай тұрады. Там жағдай мен бір тәттілер әкеп береді деген сияқты. Сондай, оныкі енді басқаша. Ода более романтика, андай құшақтау, нежность деген мен күйеуімде ондай жоқ. Сондықтан андай күйеуім мені қолдамайды, күйеуім мені бүйтпейді деп андай қатты оған бүйтіп мән бере қоймаймын. Просто табиғат сондай болғаннан кейін солай қабылдаймын. Енді сондай кері байланыс алмағаннан кейін жаңағыдай способтарды жасаймын. Вот солай. Негізі бұндай нәрселерді көп айта бермеймін ше. Сондықтан именно ютубқа өзімнің жеке осындай нәрселерімді айтып шыққым келіп жүр. Бірнеше видеоны уже жариялап көрдім. Сондықтан сіздерден жақсы кері байланыс күтемін. Сіздерге осы техникам көмектесіп жатса, менің ютубыма тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Өмірдегі осындай опыттармен, егер сіздерге ұнап жатса, тағы да бөлісетін боламын. Қыздар, сіздерге сәттілік! Ешқашан мұңаймаңыздар.